Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз үй жағдайында өте дәмді және де зиянсыз қоспалардан жасалынған балмұздақ дайындаймыз. Алдымен кез келген шоколадымызды, қара немесе ақ шоколадымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Бізде осындай қағаз стакандарға біркелкі болғанша жағып шығамыз. Қағаз стакандарға жағып болғаннан соң холодильникке қатқанша қойып қоямыз. Содан соң 33% сливкиімізді жақсылап қоюланғанша миксерлейміз. Менде бұл жерде 1 литр сливкиге 300 грамм сгущенное молоко қостым. 200 граммдық қағаз стаканнан 10 штук балмұздақ шықты. Сгущенное молокомызды қосып миксерлейміз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша какао қоссаңыздар болады, немесе қаламасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Бұл өзіңіздің еркіңізде. Жақсылап миксерлеп болғаннан соң стакандарымызды холодильниктен алып, барлығына біркелкі болғанша құйып шығамыз. Құйып болғаннан соң ортасына балмұздаққа арналған таяқшамызды тығып, холодильникке қатқанша қойып қоямыз. Осымен біздің балмұздағымыз дайын болды. Баршаңызға жасап көруге кеңес беремін. Дәмі өте дәмді және де тойымды. Егер де сіздерге видео ұнаған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып кетсеңіздер. Сіздермен болған Айжан. Баршаңызға рахмет.